қуана жасайтын ісі, оның ертеңгі болашағы. Әр адам мамандығын өзі таңдауы және оған құрметпен қарауы керек. Себебі мамандық таңдау үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Өйткені біз өзіміз таңдаған мамандық саласында өмір бойы қызмет атқарамыз. Ендеше біздің бүгінгі мамандығын мақтанышына айналдырып жүрген Айдарымыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Тебя я вижу снова в клубе, где твоя любовь в натуре. Вышли мы на 2 сегодня и ушли в отрыв по полной. Фантастика, у меня паника, жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе, вновь нас соблазнила злая ночь. Сөзім аузымда, махаббатым менің келме менің қасыма. Сегодня мы тут в клубе, качай по полной, мы в натуре. Это просто танцы в твоих глазах, искры взрываются. Эй, это просто классно, ведь ты же знаешь, со мной опасно. Танцы в твоих глазах, искры взрываются. Эй, это просто классно, ведь ты же знаешь, со мной опасно. Сөзім аузымда, махаббатым келме менің қасыма. Сегодня мы тут в клубе, качаем по полной, мы в натуре. Фантастика, у меня паника, жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе, вновь нас соблазнила злая ночь. Сөзім аузымда, махаббатым келме менің қасыма. Сегодня мы тут в клубе, качаем по полной, мы в натуре. Армысыздар, біздің Айдарымыздың тұрақты көрермендері. Бүгін біздің мамандығы мақтанышым Айдарының келесі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстандық дизайнер Аруназ ательесінің негізін қалаушы Назым Ермекқызы. Назым ханым, менің білуімше, бала кездегі бала Назымның өзінің жұмысы, сол бала кезде сіз кішкентай қуыршақтарға киім тігуден бастаған сияқтысыз. Жалпы оқушы Назым қандай болды, қандай мамандықты бітірдіңіз, осы еңбек жолына қалай келдіңіз? Саламатсыздар ма? Өзім туралы айтатын болсам, мен 5-6 жастан бастап қуыршақтарға көйлек тігетінмін. Ол кезде қуыршақтар Барби дейміз ғой, Барби өте аз болады. Бірақ та біздің аулада ойнап жүрген қыздар, көрші қыздар, сол көрші қыздарда қуыршақтар болады. Бірақ ол кезде менің мамам перделерді ауыстыратыны қашанда, және де менің тәтелерімде жиһаз үйлердің матасын ауыстыратын цехтары болған. Сол кісілер маған қуыршақтарға көйлек тігесің ғой деп көптеген маталар қалдығын әкеп беретін. Сөйтіп үйде отырып қыздарға қуыршақтарына көйлек тігіп, мен 6 жасымда қуыршақтардың көйлектерін сататын. Сол сатып, бірінші көптеген қуыршақтарымды мен өзім сатып алғам. Оны мен әке-шешем де қолдайтын, қызық көретін, машинка алып беретін, осындай кішкентай. Мамам да отырып көмектесетін, әжем де болатын, әжем де осылайтық деп айтып отыратын. Сондай қызығушылық кішкентай жасымнан бар. Кейін келе
мектепте мысалы жарыстар болады, қыз сыны болады, жаңа жыл, сол жаңа жылға осындай мектептің конкурстарына мен көбінесе көйлектерді өзім тігіп киетін. Және кейде фасон өте қиын болса, суретін эскизі болдырып салып, тігінші мамандарға барып сол көйлектерін тігетін. Белсенді оқушы болдыңыз. Белсенді оқушы болдым. Өте жақсы. Жалпы дизайнер мамандығын таңдау үшін қандай пән таңдау керек? Себебі қазіргі таңда біздің Қазақстанымызда осы бір бағыт өте жақсы дамып келе жатыр деп айтса болады. Жалпы біздің аруларымыздың осы салаға қызығушылығы өте көп. Енді менің ойымша қандай пән болғанда баланың мүмкін кішкентай кезінен сол мамандыққа, осы дизайнер мамандығына бір икемі болу керек, қабілеті болу керек. Және де мен өзім бірінші мамандығым юрист, заңгер. Себебі менің әкем дизайнерлік оқуды қолдамады кезінде. Себебі ойлады, ол кісі бұл тек қана қызығушылық, хобби ретінде, мен сені заңгер ретінде көріп тұрмын. Сол заңгер болса дұрыс болады деп айтқаннан кейін мен заңгер оқыдым, мамандығын оқыдым. Бірақ көптеген кейін күйеуге шықтым, үйде отырдым. Бірақ үйде отырып мен неше түрлі онлайн курстарға жазылып, осы тек қана дизайнерлік емес, көбінесе тігу, мысалы конструкция дейміз, мастерство, қиятын, тиетін техниканы көбінесе сол жағын үйрендім. Себебі дизайнерлік жағынан мен суретті кішкентай кезімнен жақсы саламын. Және де кез келген матадан менің ойымда, фантазиямда неше түрлі киім туындылары туа береді. Сондықтан көбінесе тігін жағынан көңіл бөлдім. Адамның өзінде тігіншілікке бір қабілеті болу керек. Тек қана қабілет емес, көбінесе еңбек ете беру керек. Жаңағы қаладағы Наталья Михайловна деген үлкен кісі болатын. Ол кісі 80 жаста болып, бізге сол дизайнерлік мастерствомен жаңағы киімнің қалай дұрыс тігілуін үйрететін. Сол кісіге бардым. Берік Исмаил, ол кісіге де оқыдым. Кейін осы былтыр мен Парижге барып оқып келдім. Парижде Аделин Андре деген кісі, ол кісі Dior, Hermes сияқты брендтерде жұмыс істеген кісі. Сол кісілерден оқыдым. Мен жас қыздарға айтатын болсам, егер де шын жүрегімен осы мамандықты қалайтын болса, басқа, егер де өзің таланты болса, икемі болса, істеп көрсін. Онан келеді деп ойлаймын. Рахмет. Енді алғаш дизайнер кәсіпкер ретінде тіркеліп жұмыстарыңызды бастағанда қандай қиындықтар кезікті, немесе бұл процесс сіздерде жеңіл өтті ме? 2014 жылы сәуір айында мен осы 2014 жылдың басында мен осы үйімнің қасында кішкентай ғана бір орын, 20 квадраттық орынды ғана алдым. Ол жаққа бір кісі және екі қызды жұмысшы ретінде жалдап отырғыздым. Ол кісілерге мата алып, сол эскиздерін сызып беретінмін. Ол кісілерге мен үй жалдап, өзімнің үйімнің қасында отырғызатым. Себебі балаларым кішкентай болғаннан кейін үйде және жұмыс сол ыңғайлы болу үшін дәл қасымда сөйтіп тіккіздірдім, кішкентай мини цех. Содан кейін дайын көйлектерімді үйге іліп қоятын. Кейіннен қыздарды, апаларымды, тәтелерімді бәрін шайға, тамаққа шақыратын. Сол кісілер келіп, менің киімдерімді көріп, сатып алатын. Сөйтіп мен ойладым, егер де осы көйлектердің бәрін сатылып кетті, тағы да тігу керек деп. Сөйтіп кейіннен осы жұмысымды жалғастырып, кеңейте бастадым. Өте жақсы. Шикізатты қайдан аласыздар? Енді шикізатты білесіздер, Қазақстанда ештеңе өндірілмейді. Өндірілсе де ондай сапада болмайды, және де Қазақстанда өндірілген заттардың бәрі өте қымбат.
Себебі ең бірінші ол жұмыс жаңағы. Енді ең біріншіден біздің мамандығымыз қиындау, ол жұмыс күші деп ойлаймын. Себебі көбінесе көріп отырсыздар, қыз келіншектер жұмыс істейді. Ол кісілер күйеуге шығады, бала туады. Сондықтан енді үйретіп, осы мамандық мықты мастерлер болып шыққаннан кейін кейде қыз келіншектер кетіп қалады. Содан кейін жас мамандар келеді. Ол жас мамандарды қайтып үйретеміз. Сол біздің қиыншылықтарымыздың бірі деп ойлаймын осы жұмыс процесінде. Ал енді менің киімдерім классқа арналған деп айта алмаймын, себебі мен кез келген келіншектерге тіге беремін. Ол жас бүлдіршініне тұсау кесуге арналған, міне кішкентай 1 жасқа толған, даже 40-нан шыққан қыздарға да, балаларға да тігіп жатырмыз көйлектерді. Қалыңдық, классикалық үлгіде, спорттық үлгіде барлығы қамтылған. Енді көбінесе мен 1 жастан 100 жасқа дейін апаларымызға мерейтойларына тіккен көйлектерім болған. Көбінесе енді маған көйлектер үшін келеді, бірақ көйлектерді заказ беруге келгеннен кейін тек қана көйлектер емес, спорттық киім, жұмысқа арналған офистық киім, немесе көбінесе кейбір біздің мысалы клиенткаларымыз өздерінің киімдерін алып келіп, оны жаңартып, басқа үлгіде тіккіздіріп, өзгертіп жатады, оны реставрация дейміз. Қандай атаумен аталған киімдеріңіз? Осы Аруназ деген? Тек қана Аруназ. Енді Аруназ спорт деп, ол жаңа менің линиям. Мына үстіндегі көйлекте Аруназ спорт. Бұл юбкасымен болғанмен, бұл спорттық стильдегі киім. Және де, мысалы, маталарды мен көбінесе өзім барып таңдап алып келемін. Ол көбінесе Италиядан алғыздырамыз матаны, және де Дубайдан алғыздырамыз. Соңғы кездерде Турциядан да маталарға алғыздырамыз. Өте жақсы. Жалпы масс-маркетте нарықта көбіне қазір шетелдік брендтер. Жалпы сіздерге сұраныстар қалай? Қалай бәсекелесіп жүрсіздер? Енді масс-маркетті айтатын болсақ, масс-маркет ол Zara, Mango брендтерді айта берейін ба? Енді масс-маркет Gucci жатпайды, Gucci ол люкс бренд. Енді бізді айтатын болсақ, масс-маркет Zara, Mango'ны алатын болсаңыздар, 1-2 кигеннен кейін ол матаның түтіктер шығады, краскасы шығып кетеді, түрі жақсы болмайды. Мен ойлаймын, біз люкс бренд Gucci сияқты 1-2 миллион теңге тұрмаймыз. Бірақ та масс-маркеттен біз сәл жоғарымыз. Себебі киімдерімізді сол қол жетімді бағада ұстап тұруға біз тырысамыз. Бірақ та көптеген, мысалы, жұмысшыларды қолдап отыру үшін, осындай үлкен ғимаратта отыру үшін көптеген шығындар шығып жатады. Ол Инстаграм, модель, реклама, маркетинг, сол үшін масс-маркеттен біздің киімдеріміз жоғарылау болады. Сапасы жағынан да, бағасы жағынан да. Бірақ біз арасында скидкалар жасап тұрамыз. Сол жерде скидкаларымызға байланысты кейбір киімдеріміз масс-маркеттің бағасымен бірдей болады. Өте жақсы. Жалпы сізге сән апталықтары үшін қандай да бір ұсыныстар түсті ме? Ұсыныстар әлі де түсіп жатыр. Мысалы, былтыр бізде өте көптеген ұсыныстар түсті. Былтыр біз Миланға бардық, Әзербайжан, Бакуға барып келдік. Парижда болдық. Парижда үлкен Вячеслав Зайцевпен сол кісімен бірдей показға шықтық десем болады. Көптеген Америкадан ұсыныстар келіп жатады. Осы жылы бізді Египет, Кипр, Сан-Франциско сияқты, Нью-Йорк Fashion Week сияқты показдарға шақырды, бірақ та карантин болғаннан кейін біз шыға алмадық. Жақсы, Назым ханым, енді сіздің пікіріңізше Қазақстандағы сән индустриясының болашағы қандай? Енді ойлаймын, қазір карантинге байланысты қалай болатынын білмеймін, себебі біз тойды жақсы көретін халықпыз. Той болмағаннан кейін
бізге де қазір қиын болып жатыр. Оңай емес. Себебі біз тойға ұзату, сырға салу, қалың көйлегі және де мамаларына, тәтелеріне, бәріне бірге тігетіміз. Қазір ондай заказдарымыз жоқ. Көбінесе спорт киімін тігіп жатырмыз. Осы кейінгі жағдайларға байланысты мен ойлаймын, тек қана мықты сән үйі ғана қалады. Ал енді бастап келе жатқан, немесе заказдары аз болып тұрған ателье, брендтер жабылатын сияқты. Назым ханым, жалпы еуропалық брендтермен тайталасу оңай емес. Мәселен, жаңағы Gucci болсын, Mango болсын, олардың барлығын алып қарасақ, жаңа журналдарда жарнамасы жүріп жатады. Оларды біздің Қазақстанда сату оңай. Ал біздің қазақстандық киімдерді, жалпы өздеріңіздің киімдеріңізді қалай жарнамалайсыздар? Енді осы мен жұмыс істеп келе жатқан 7 жыл болды. 7 жылдың бұрын басында айта кететін болсақ, көбінесе біздің қазақ әйелдері ойлайтын. Мысалы, шетелден бренд киімдерін кисем жақсы болады, сол киімдер әдемі тұрады, Италияда тігілген деп айтатын. Бірақ мен айтатын, ол итальяндық адам, немесе американский адам, оларды тек қана ойдан шығарды. Бүкіл брендтік заттар тігіледі Қытайдан. Мен айтамын, сізде магазинде тұрады ол киімдер. Магазинге 1000 адам кіріп шығып ол киімді киіп көреді. Ал бізге келген адам жап-жаңа матадан өзіне арнайы тігеді. Ол тапсырыс бойынша ол магазиннен алып келгенше 1000 есе жақсы. Өзіңе тартымды, түсі де, көйлектің фасоны да, дене бітіміне әдемі отырады. Сондықтан біздің клиенттер, сол 7 жыл бұрын келген клиенттер әлі де бізге келіп тұрады, әлі де бізге заказ береді. Тұтынушының талабына сай. Себебі көбінесе біздің клиенткаларымыз енді толық, көбінесе аналарымыз, әжелеріміз, апаларымыз келеді. Әлі де біздің нарықта дайын тұрған ондай керемет көйлектер жоқ деп ойлаймын. Қандай Gucci болсын, қандай бренд болсын. Назым, жалпы біздің дизайнерлер шетелдік нарыққа шыға алады ма? Әрине шыға алады. Мені, мысалы, былтыр өзімді маған Миланда ассоциация дизайнеров бар, соған кір деп айтты. Бірақ та оған кіру үшін өте көп қаражат ақша керек. Себебі ол кісілермен кәдімгі келісім шартқа отырасыздар. Келісім шартта отырғанда, мысалы, мен тек қана өзімнің топтамаларымды сол жаққа, сол белгіленген уақыт бойынша жіберіп тұруым керек. Және де өқтағы беретін сұхбаттар болады, түсетін интервьюлар болады. Ол жерде мен бірде-бір қалмауым керек. Балаларым әлі кішкентай, жолдасым бар, сондықтан мен ондай келісім шарттарға әлі дайын емеспін. Бірақ балаларым өскеннен кейін мен ойлаймын, ондай әлемдік деңгейдегі бәсекелестікке біздегі істеп жүрген дизайнерлердің, сәнгерлердің көбісі тұра алады. Бірақ бұған көптеген факторлар байланысты. Және де біздің егер де мемлекет бізді қаражаттандырып, несие емес қолдап жатса, мен ойлаймын, кез келген біздің дизайнеріміз атақты әлемдік деңгейдегі брендпен теңесе алу әбден мүмкін, өте жақсы. Енді осы салада іс бастағысы келетіндерге қандай кеңес айтар едіңіз? Мен айтатыным, мен осы бастаған кезде менімен бірге көптеген мен таныс қыздарым, жолдас құрбыларым, олар да менімен бірге бастады. Олар да сәнгер дизайнер болғысы келді. Өте көптеген қиыншылықтар болады. Сол қиыншылықтарға төзім көрсету керек. Себебі осы маман иесіндегі жұмысшылармен жұмыс істеу кейде қиын болады. Немесе осы клиенткалар, әр клиенттің өз мінезі болады, өзінің ойы болады. Сол адамдармен тіл табыса алу керек. Және де өзінің ойындағы
ойындағы қиялындағы әдемі көйлегін сол адамға жеткізе біліп, сол көйлекті тігіп беру керек. Содан шаршамай егер де жұмыс істесеңіздер, әрине жақсы дизайнер боласыздар. Өте жақсы. Егер қарсы болмасаңыз, отбасыңыз жайлы айтып бере аласыз ба? Егер де сіздің балаларыңыз болса, сіздің жолыңызды таңдаймыз десе қарсы болмайсыз ба? Енді мен қазір қызымның аты Аруназ ғой. Аруназ деп неге қойдым? Карпыкова Назым деп қоюға болар еді. Егер де дизайнер өз атынан брендті қойса, ол бренд тезірек көтеріледі. Себебі бұл қай киім дегенде, ол адамның өзінің атына сай, ол бренд тез адамның есінде қалады көбінесе, өзінің атына қойған дизайнерге. Ал мен Аруназ деп қойғаным, себебі ару қыз, Назым деп қойдым. Бірақ кейіннен қыз босанып, атын Аруназ қойдым. Бірақ мен ойлаймын, балаларым өздері таңдау керек, қандай маман иесі болғысы келеді. Мен осы Аруназ деген брендing бар, енді дизайнер боласың деп қызыма, балама айта алмаймын. Екі ұлым бар, онда 8-де, және де қызым 4-те. Бірақ мен ойлаймын, мен балаларым өте киімдерді бір-біріне сәйкестендіріп, өздерінің қалаған киімдерін, айтамыз ғой, талғамын кішкентай кезінен осы балаларының биік талғамы болсын деп мен жақсы нәрселерді көрсетуге тырысамын. Өте жақсы. Назым ханым, енді біздің Абай мектеп гимназиясының ұжымына, ұстаздарға, сол жердегі бізді қарап отырған көрермендерге, түлектерге бір жылы лебізіңізді айтсаңыз. Ал Абай мектебінің ұжымына, апайларға, мұғалімдерге көп рахметімді айтам. Осы сіздердің де жұмыстарыңыз оңай емес, балаларды тәрбиелеу, балаларға білім беру, сіздерге қажымас қайрат тілеймін. Және де осы кішкентай кезімнен есімде қалғаны, мен 8 мектеп ауыстырғаннан кейін, себебі әкем полицияда жұмыс істегеннен 8 мектеп ауыстырдым. Сондықтан менің зер салып, тыңдап, сабақты қарайтын, зер салып, оқып, қарайтын сабақтарым көбінесе апайлар болатын. Апайлар егерде әдемі киініп, өзін-өзі мықты балаларға көрсетіп тұрған апайларды мен жақсы көретін. Сондықтан сіздер де әрқашанда қандай жұмыстарыңыз қиын болса да, әрқашанда әдемі, сұлу, ару болып қала беріңіздер. Және де сіздерге соны тілеймін. Және де балаларға осы әдемілікті, сәндікті кішкентай кезінен сіздер үйретсеңіздер жақсы болады деп ойлаймын. Жақсы. Назым ханым, бүгін уақытыңызды бөліп, алтын уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбаттасқаныңыз үшін сізге мыңда бір алғыс, сізге шығармашылық табыстар тілейміз, тұтынушыларыңыз көп болсын, Аруназдың бағындырар биіктері көп болсын. Мамандық таңдау өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, бейімділігіне, қалауына сүйену керек деп ойлаймын. Сонда ғана мамандығымыз мақтанышымызға айналары хақ. Ендеше мамандығыңыз мақтанышыңызға айналсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.